Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Жауап беріңіз. Қазақ халқының қандай ұлттық тағамдарын білесіз? Ең жақсы көретін тағамыңыз қандай? Жақсы көретін тағамыңыздың құрамы туралы айтып беріңіз. Қазақ халқының қандай ұлттық сусындарын білесіз? Өздеріңіз байқағандай, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ас адамның арқауы. Грамматикалық тақырыбымыз ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Атақ беру, арнаулы, аңыз, асу, арал, ақжелкен, аштық, аштықты басу, әдетке айналдыру, бағалау комиссиясы, бұқтыру, буға пісіру, бет бұруда, дәмін көру, дәрумен, дәстүрлі, жеңіл тамақ, бақ, бұқаралық ақпарат құралдары, жүзі жарқырау, зәйтүн майы, кәді, қызыл бұрыш, қорек, қуыру, қуырылған, қышқыл қаймақ, өндіру, сергек сезіну, тұздық, тынысы жеңілдеу, ұнтақ, ұзындық, үзбей, халық арасында, шипалы, шөл, жеңсік ас. Бірінші тапсырма. Тиісті жалғаулықтарды қойып, сөйлемді жалғастырыңыз. Тексеріңіз. Ол кітапты оқығысы келмеді, бірақ оқуға тура келді. Оның Қазақстанға келгісі келеді. Сондықтан қазақ тілін үйреніп жүр. Мен қазақ тілін білуім керек. Себебі мен Қазақстанда тұрамын. Телефон нөмірі дұрыс. Дегенмен тағы бір рет қарайын. Мен оның электрондық поштасына хат жібердім. Алайда ол жауап бермеді. Екінші тапсырма. Сөздерді тақырыптық топтарға бөліп жазыңыз.
Тексеріңіз. Сандар 2021, 23, 213, 1256, 75. Мекен ел: Жаркент, Көксу, Талдықорған, Германия, Қазақстан. Тағам: қуырдақ, қымыз, асылған ет, қазы, көже. Денсаулық: ем, шипалы, сергек сезіну, тынысы жеңілдеу, жүзі жарқырау. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем. Ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем бір тектес оқиға, құбылыстарды не бір мезгіл ішінде жүзеге асып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем құрамында компоненттер және, әрі, да, де, та, тешылаулары арқылы байланысады. Мысалы, аудан орталығында мейрамхана ашылды және оған жаңа қызметкерлер жұмысқа алынды. Мен қазақ ұлттық тағамдарын ерекшеліктерін білемін, әрі дайындай аламын. Ол телефонмен сөйлесіп болды да, түскі асты дайындауға кірісті. Ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем құрамында компоненттер жалғаулықсыз да байланысады. Анам маған алма берді, ініме алмұрт берді. Біз залға кірдік, жиналысты бірден бастап жібердік. Үшінші тапсырма: тиісті жалғаулықтарды қойып, сөйлемді толықтырыңыз. Мысалы, Асқар мен Мұрат қазақтың ұлттық тағамдарын дайындайтын мейрамханада жұмыс істейді. Тексеріңіз. Асқар мен Мұрат қазақтың ұлттық тағамдарын дайындайтын мейрамханада жұмыс істейді. Наурыз көжеге де, бидай көжеге де сүт өнімдері қосылады. Алматы Қазақстанның оңтүстік астанасы мен ірі қалаларының бірі. Асхат та, Марат та ағылшын тілінен емтихан күніне дайындалып жүр. Дәулет пен Сырым шаңғы тебуден жарыстарға үнемі қатысады. Бұл фильм ауылда да, қалада да көп көрермен жинайды. Қазақ тілі және қырғыз тілі ұқсас тілдер. Төртінші тапсырма: тиісті жалғаулықтарды қойыңыз. Тексеріңіз. Мен киноға бардым, бірақ маған кино ұнамады. Асқар және Әсел өздерінің жеке мейрамханасын ашты. А дәрумені балықта да, сүтте де бар.
таңғы асқа ботқа жеу керек. Себебі денсаулыққа өте пайдалы. Ол бүгін таңертең ерте тұрды. Себебі дәрігерге жазылып қойған еді. Үй тапсырмасы. Қымыз тақырыбына мәтін құрап жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.